Здравствуйте, ребята! Урок номер 40. Проба пера. Проба пера – это первые литературные произведения. Яғни алғашқы әдеби шығарма. Ты научишься писать предложения по теме, выразительно читать тексты, понимать основные идеи текстов. Сен тақырып бойынша сөйлем жазуды үйренесің, мәнерлеп оқуды және мәтіннің басты идеясын түсінуді үйренесің. Упражнение первое. Прочитай вслух выразительно. Мәнерлеп оқимыз. Белая береза под моим окном принакрылась снегом, точно серебром. На пушистых ветках снежною каймой распустились кисти белой бахромой. И стоит береза в сонной тишине, и горят снежинки в золотом огне. А заря лениво, обходя кругом, обсыпает ветки новым серебром. А теперь вопросы. Какими словами поэт описывает красоту зимней березы? Қысқы қайыңдың сұлулығын автор қалай суреттейді? Қандай сөздермен? Второе. Замени предложение «и горят снежинки в золотом огне» одним словом. Обоснуй. Жалындап жанып тұрған қар деген сөйлемді бір сөзбен ауыстырамыз. Және талқылаймыз, түсіндіреміз. Второе. Этот текст описание или повествование выучи наизусть. Бұл мәтін суреттеу ме, әлде хабарлау ма? Жаттап аламыз. Подбери слова-признаки к словосочетанию в сонной тишине. Спокойный, шумный, ленивый, вялый, радостный, неподвижный. Ұйқылы тыныштық деген сөз тіркесіне сын сөздерді теріп жазамыз. Жақшаның ішінде тұрған сөздер: спокойный, тыныш, шумный, шулы, ленивый, еріншек, вялый, баяу, радостный, қуанышты, неподвижный, қозғалмайды. Қай сөздер келеді? Следующее. Как ты понимаешь смысл фразы «принакрылась снегом»? Мына сөз тіркестерінің мағынасын қалай түсінесің? Дұрыс жауабын таңда. А. Полностью накрылась снегом. Толықтай қарды жауып алды. Слегка накрылась снегом, то есть немного. Шамалы қарды қармен жауыпты. Упражнение второе. Найди. Екінші жаттығу. Тап. Выпиши из стихотворения словосочетание слово «признак» плюс слово «предмет». Өлең жолдарынан мына сөз тіркестер жазамыз. Сын сөздер және заттың атауын білдіретін сөздер. Например, береза. Какая береза? Пишем. Белая береза. Қайың. Қайың қандай? Ақ қайың. Второе. На каких ветках? Смотрите в стихотворении. Правильно, на пушистых ветках. Үлпілдек, бұтақ. Остальные слова вы должны подобрать самостоятельно. Қалған сөздерді өздеріңіз өлең жолдарынан табасыздар. Упражнение 3. Определи, анықта. Как можно объяснять значение слов кайма, бахрома? Мына сөздердің мағынасын қалай түсіндіресіңдер? Первый способ – перевести эти слова на родной язык. Бұл сөздерді өз тілдеріңізге аударасыздар. Второй способ – прочитать значение в толковом словаре. Сөздіктен мағынасын тауып оқисыңдар. Какой способ ты выбираешь? Қандай тәсілді пайдаланасың? Почему? Неліктен? Что дает второй способ? Екінші әдіс не береді? Кайма, шекара, бахрома, жиек. А вы должны полное значение посмотреть в толковом словаре. Толық мағынасын сөздіктен қараймыз. Упражнение 4. Напиши рассказ. Төртінші жаттығу. Әңгіме жазамыз. Представь, что ты начинающий писатель
Используя разные слова, словосочетания, простые и сложные предложения. Өзің елестетіп көрші, жаңа бастап келе жатқан жазушысың. Әр түрлі сөздерді, сөйлемдерді, жай және күрделі сөйлемдерді қолданып, әңгіме жазып көр суретке қарап. Упражнение 5. Переведи на русский язык. Орыс тілге аудар. Қыс, қыста, қар, қарда, шаңғы, шаңғыда, шана, шанада. Қыс, зима, қыста, зимой. Қар, снег, қарда, в снегу. Шаңғы, лыжи, шаңғыда, на лыжах. Шана, сани, шанада, санях. Упражнение 6. Восстанови порядок. Read teams. Напиши предложение в таком порядке, чтобы получился рассказ. Сөйлемдерді ретімен жазамыз, әңгіме шығу керек. Дети рады, балалар қуанышты. Ануар надел лыжи. Ануар шаңғы киді. Там весело, ол жерде көңілді. Они идут на горку. Олар тауға кетті. Наступила зима. Қыс келді. Игорь взял санки. Игорь шана алды. Если со мной поработали, ребята, то вы молодцы. Урок окончен. До свидания.